Соңғы 10 жылда деструктивті идеяны таратудың да, онымен күрестің де сипаты өзгерді. Экстремистер интернет менеджментін меңгеріп, әлсіздерді өңгеріп, жүрген жерін төңкеріп, адамды түрлі амалмен арбауда. Цифрлық жүйедегі тұзаққа түсіп қалғандардың бірі маңғыстаулық жерлесіміз Нұраддин. Бір сөзбен айтқанда, мен қоршағы болдым болса, 2015 жылы дін жолына түсіп, мешіт жақын болғаннан кейін дінге қызығушылығымда болып көршілерім жаңағыдай басқа ағым дін ұстанатын болып жаңағыдай садафит дейді ғой. Намаз оқуына басқаша оқиды, оқығанда адамды өзіне тартып, сол жолға қызығушылықпен, жаңағыдай білместікпен түстім деп ойлаймын енді. Нұраддиннің ата-анасы зейнетте, өзі үйдің кенжесі. 9 сыныптан кейін колледжге түсіп, дәнекерлеуші мамандығын меңгереді. Бірақ жаңа ортасы мемлекетті даттап, радикалды идеяны жақтап, 21 жастағы жігіттің санасына улы уағыздарын құяды. Сол ойдың күшімен Нұраддин жақындарын жау санап, айналасындағылармен араласуды доғарған. Ділмұрат Абумұхаммед Оқтам деген кісілердің уағызын тыңдап, ВКонтакте желісінде жаңағыдай солардың уағызын өзіме сақтап қойып, соларды тыңдап жүрдім басында. Имамдарды жамандайды, олардікі қате, дұрыс емес, тыңдама, шубха салады дейді, жаңағыдай, күмән салады дейді. Уағыздарын тыңдасаңыз, Хамад ибн Абдул-Ваххабтың 3 негізгі кітабын негізге алады. Ол еңбекті біз білеміз, тыйым салынғанда сәләфизм дағуатының, жаңа призыв дейді ғой, соның ғана бір ақиқатта екенін көрсетуге тырысады. Мысалы, дінмен атана тұрған кезде танаңды емес, дінді таңдау деген сияқты, ол пайғамбарымыз заманда мүшриктерге қатысты аяттар түсті ғой мысалға. Сол аяттарды бұл жерде мұсылмандарға қарсы қолданады, мысалға, олардың қателігі. Бұл аяттар мүшриктерге қатысты түскен, мұсылмандарға қатысты емес. Ділмұрат Махаматов, лақабаты Ділмұрат Абу Мухаммад. Оқтам Заурбеков, лақабаты Оқтам Абу Абдурахман. Бұл екеуі әлеуметтік, ұлттық, діни алауыздықты қоздыру және терроризмді насихаттау баптары бойынша кінәлі деп танылып, қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Псевдоуағызшылардың лекцияларын тыңдап, сақтап, жариялауға заңмен тыйым салды. Ділмұраттың уағыз насихатына біз талдау жасадық. Діни алауыздыққа, діни бөлінушілікке себеп болатын уағыздарды анықтадық. Мемлекетке жаңа салық төлеу харам деген сипатта Ділмұраттың бір уағыз насихаты бар. Әхлі-сүнна уәл жамаат ғалымдар мемлекеттің аяққа тұрып дамуына жұмсалатын салықта онда ешқандай бір тыйым жоқ, керісінше қуаттайды. Ділмұраттың сабақ алған Меккедегі шейхтары солай жауап беріп жатыр. Ал демек, одан алған ақпаратын елге келіп, бұрмалап, өзінің нәпсісіне, өзінің қалауына, өзінің жамағатын қалыптастыруға деген идеологиялық тұрғыдағы жамағат жинаудың бір методологиялық әдісі. Олардың айтуынша енді жаңағыдай биташары дұрыс емес дейді, жаңағыдай сәлем салу осы дұрыс емес дейді, ол болмайды, ол ширк дейді, ол деген той болмайды, жаңағыдай садақа болмайды дейді, уже өзіміздің Қазақстан елі болған соң енді сол салт дәстүрден олар қатты жұмыс жасап отыр деп айтсам болады. Мақсаты енді елімізді енді бүлік тұрғызу ғой. Нұраддин қазір аңыз бен ақиқаттың аражігін ажырата алады. Ал 2017 жылы ол діни сауаты болмағандықтан псевдоуағызшыларды пір тұтып, солардың ықпалымен ұлттың тарихы мен дәстүрін жоққа шығарды. Сол жылдары кейбір жерлестеріміз таяу шығыстағы шатаққа шаталып жатқанда, Нұраддин улы заһарды әлеуметтік желідегі парақшасына жүктеп, сақтаған үшін басы дауға қалған еді. Қылмыстық іске арқау болған материалдарда намаз оқымайтындарды, бидғатшылар, адасқандар, күнәһарлар деген сынды айыптаулар бар. Сондай-ақ өзге дінге, ұлтқа қарсы да айыптаулар айтылған. Октябрь айында сутпен жұмыстан келдім, сол жаңағыдай ұйықтап. Обедке жақын есікті қылдатады, кім екен деп есікті ашып қарадым. Енді екі кісі, енді костюм шалбармен өз-өзін танысты. Қазақстанға тыйым салынған лекциямен
іс қозғату үстінде. Жалпы лекциялардың саны қанша еді сақтаған? Лекцияның саны болса 30-60 лекция. 30-60? Иә. Сотқа алатын кезде әке-шешем қатты қиналды ғой. Адам дінге келген кезде, егер де оның өзінің діни сауаты аз болып болмаса, өзінің жалпы сын тұрғысынан ойлау қабілеті төмен болып, санасы, шанда бөтіркі дейтін болсақ, соның кішкентай ғана аузына жаңа қаншама ақпарат ол бірден сыймайды, адасу болады содан. Нұрадиннің ата-анасы сот процесіне қатыспады. Үкім шыққан күні жанында жалғыз апасы ғана болды. Істі қараған судья оны шығыстағы абақтылардың біріне 2 жылға аттандырды. Психологиялық атака жасалғанда бұларға, мысалға Ділмұрат, Назаратулла, қай-қайсының уағызын тыңдасаңызда, бір айтқан нәрсені қайталай береді. Ал жаңадан намаз бастап отқан адамға сол нәрсені нығыздап қайта айта береді. Әр бір уағызының кіріспесінде солардың негізгі ақидасы бар. Сол нәрсені кіріспесінде міндетті түрде айтып өтеді. 5 минут бойы міндетті түрде қандай уағыз басталса да соны айтып өтеді. Халықаралық деңгейде сондай бір танымал болған біздің бір идеологтар болды да, бірақ бәрінің жұлдызы өшті да. Бұлардың да ертең дәурені кетіп, тәдил деген бар да. Хадис ілімінде пайдаланатын бір тәсілді олар бүкіл салаға салып келгенде, кез келген адамды алады да, діннен шығармаса да, енді бұны адасқан, тыңдауға болмайды деген сияқты нәрселерді айтып жатады да. Сол үшін есімдерге біз алданып қалмауымыз керек. Сіз өзіңіздің парақшаңызға әртүрлі уақытшылардың уағыздарын жүктейтін болсаңыз, олар радикалды бағытта болатын болса, сізді жауапкершілікке тартуы мүмкін. Яғни бірінші ескерту беріледі, әрине, бірден барып жауапкершілікке тарта қоймайды. Мен осы арқылы дінге қызмет етіп жатырмын деп ойлайды шыны керек. Жұмаққа барам дегендей түсінік адамда қалыптасып қалған. Одан кейін ондай нәрсе болғаннан кейін адам парақшаны алғысы келмейді. Яғни біз оған жау сияқты болып көрінеміз шыны керек. Бұл жерде біз сақтандырып отырмыз. Соғыс бірден оқ атудан басталмайды. Әуелі ой адамның санасында туындайды. Содан кейін ғана физикалық формаға айналады. Шетелдік псевдоуағызшылардың кәсіби өңдеуінен өткен талайлар бөтен жердегі бөтен соғыста мерт болды. Ал адасқанын абақтыда түсінген Нұрадин теологтардың көмегімен радикалды дерттен айықты. Көп қиыншылық көрдім, милицияға көмектесті, администраторға көмектесті, қаншама киім болса да үйіне інілерінің киімін әкеліп, сәләфит деп жүрген, сол жолда жүрген адамдардан гөрі басқа жаққа бөтен адам жақсы екен олардың қасынан. Сырттағы ақымақтар тыңдаған үшін өзіміздің жаңағындай муфтиятымызды, имамымызды соларды тыңдауға шақырамын жастарды. Кешірші мен анашым, әкешім, қателескенім үшін. Ел ішінде дау көбейсе, ел сыртында жау көбейеді. Жақында түрмеден шыққан Нұрадиннің қазіргі өмірлік ұстанымы болды. 24 жастағы азамат қаумалаған көп сұрақтың жауабын интернеттегі жалған әмірден емес, облыстық дін істері басқармасынан алуда.